Қайырлы күн, жас достар. Алдыңғы сабақта біз қазақ киносының атасы тақырыбын бастаған болатынбыз. Бүгін біз осы тақырыптың екінші сағатын өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы Шәкен Айманов, қазақ киносының атасы. Оқушы, бұл сабақта сіз сын есімнің жасалу жолдарын біліп, мәтін құрауда орынды қолдану дағдысын меңгересіз. Жұмысыңызға сәттілік. Оқушылар, өткен сабақта сіздерге өзіндік жұмысқа тапсырма беріліп еді. Баспасөз беттері мен ғаламтор желісінен Шәкен Кенжетайұлы Аймановтың өмірі, шығармашылығы туралы қызық, көпшілік біле бермейтін қандай деректер таптыңыз? Жақсы достар, бұл мәліметтер сіздерге әлі де керек болады. Шәкен Айманов қазақтың әйгілі актері, тұңғыш кинорежиссер. Оқушылар, бұл сөйлемде қызыл түспен берілген сөздер қай сөз табына жатады? Иә, дұрыс айтасыздар. Әйгілі тұңғыш деген сөздер сын есімдер болып табылады. Бүгін біз сын есім бойынша өткенді пысықтай отырып, сын есімнің жасалу жолдарын өтеміз. Сын есім. Сын есім заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын, көлемін білдіретін сөз табы. Сұрақтары қандай, қай? Сын есім құрамына қарай дара, күрделі, тұлғасына қарай негізгі туынды, мағынасына қарай сапалық қатыстық болып бөлінеді. Біз бүгін негізгі және туынды сын есімдерді өтеміз. Негізгі сын есім ешбір қосымшасыз, негізгі түбір күйіндегі сын есім. Мысалы, сары, таза, тәтті, терең, жұқа, нашар. Туынды сын есім сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есім. Мысалы, көшпелі, кешегі, әлсіз, сөзшең, таулы. Туынды сын есім жасайтын жұрнақтардың үш түрі бар. Есім сөздерден сын есім жасайтын, етістіктен сын есім жасайтын және үстеуден сын есім жасайтын жұрнақтар. Есім сөздерден сын есім жасайтын жұрнақтар: лы, ды, ты, далалы, орманды. Сіз, баласыз, үйсіз. Г, к, жазғы, ішкі. Лық, дық, тық, азаматтық, жылдық. Шыл, ұйқышыл, кекшіл. Шаң, шең, сөзшең, бойшаң. Дай, дей, тай, тей. Тастай, судай. Қой, қор, паз, кер, гер. Сән қой, әуес қой. И, тарихи, қазақы. Етістіктен сын есім жасайтын жұрнақтар: ғақ, гек, қақ, кек, ақ, ек. Жабысқақ, үркек. Ық, үк, к, ашық, сынық. Ғыш, гіш, қыш, кіш. Білгіш, айтқыш. Ғыр, гір, қыр, кір. Тапқыр, алғыр. Шақ, шек, ұялшақ, сүріншек. Үнді, інді. Асыранды, жасанды. Малы, мелі, палы, пелі, балы, белі. Созбалы, аспалы. Ымды, імді. Шыдамды, үйлесімді. Аған, еген. Сүзеген, қабаған. Улы, өлі. Ілулі, асулы. Маме, папе, бабе. Қызба, бөспе. Үңкі, үнкі. Басыңқы, көтеріңкі. Үстеуден сын есім жасайтын жұрнақтар: к, г. Кешегі, бұрынғы, қазіргі, бүгінгі, биылғы. Оқушылар, сабағымыздың келесі кезеңінде осы ереже бойынша тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма: берілген сын есімдердің түрін анықтаңыз, жасалу жолын түсіндіріңіз. Тапсырманың дескрипторы: негізгі және туынды сын есімдерді ажыратасыз, туынды сын есімдердің жасалу жолдарын түсіндіресіз.
Өзіңізді тексеріңіз. Жарайсыздар. Екінші тапсырма. Семантикалық картаны толтырыңыз. Сөздерге тиісті жұрнақтарын жалғап, туынды сын есім жасаңыз. Дескриптор. Сын есімнің жұрнақтарын дұрыс жалғайсыз, жұрнақ түрін ажыратасыз. Өзіңізді тексеріңіз. Өте жақсы. Үшінші тапсырма. Мәтіндегі бос орындарды төмендегі сын есімдермен толықтырыңыз. Сын есімдердің жасалу жолын түсіндіріңіз. Дескрипторда басшылыққа алыңыз. Мәтінде сын есімдерді орынды қолданасыз, сын есімдердің жасалу жолын түсіндіресіз. Өзіңізді тексеріңіз. Шәкен жұлдыздары кинофестивалі. Алматы қаласында 2003 жылы продюсерлік орталықтың күшімен алғаш рет Шәкен жұлдыздары халықаралық кинофестивалі ұйымдастырылды. Шәкен жұлдыздары кинофестивалінің мақсаты жас кинематографистердің кәсіби шығармашылығын шыңдау, олардың түсірген кино туындыларын фестиваль кезінде көрермендерге көрсету, ұлттық кино мектебінің шығармашылық дәстүрін сақтай отырып, одан әрі өркендету, мәдени шаралар ұйымдастыру. Шәкен жұлдыздары кинофестивалі кезінде ұлттық және шетелдік фильмдер көрсетілді. Кинофильмдер 4 номинация бойынша іріктелді: дебют, жастар киносы, студенттер киносы, анимация. Оқушылар, мәтінде жас деген бір негізгі сын есім бар. Қалған қою ғаріппен берілген сын есімдердің барлығы да туынды сын есімдер болып табылады. Қателеріңіз болса, түзетіңіз, ережені қайта қарап шығыңыз. Оқушылар, сын есім бойынша алған біліміңізді тексергіңіз келсе, берілген сілтемемен өтіп, тест тапсырмаларын орындауыңызға болады. Жас достар, бүгінгі сабақтың мақсатына жете алдыңыз ба? Егер де сабақ бойынша қиындық туындаса, мұғалімнен көмек сұраңыз. Өзіндік жұмысқа берілетін тапсырма. Қазақ киносының атасы тақырыбында мәтін құрап жазыңыз. Мәтінде сын есімдерді қолданыңыз. Дескриптор. Тақырыпқа сай мәтін құрайсыз. Мәтін құрауда сын есімдерді орынды қолданасыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.